Саламатсыз ба апай? Саламатсың ба? Бүгінгі мерекеңізбен Рахмет. кішкене азын-аулақ құттықтауым бар, қабыл алып оқып жіберсеңіз. Құрметті басшымыз, сізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ел алдындағы жауапкершілігіңізді абыроймен атқарып, жаңа табыстарға жетуіңізге тілектеспін. Рахмет, үлкен рахмет. Сізге де осы бала тәрбиесі жолындағы еңбек жолыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашан абыройыңыз асқақ болсын. Рахмет апай. Көп сізге де. Оқып құттықтай берсеңіз. Құрметті Гүлжауһар апай, сізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір ісіңізге қуанышпен береке тілеймін. Сіз әлемдегі ең мықты әдіскерсіз. Рахмет. Саламатсыз ба Алдан апай? Бүгінгі тәуелсіздік мерекемізбен сізді шын жүректен құттықтаймын. Азын-аулақ тілегім бар. Оқып Сізді жіберсеңіз. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің кәсібилігіңіз бен жүректен жасалған жұмысыңыз балалардың денсаулығын нығайтуға, оларға қолдау көрсеткеніңізге алғысым шексіз. Шыдамдылығыңыз бен ерейдігіңіз арта берсін. Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің еңбектеріңіздің тек тамақ дайындаумен шектелмей, балалардың көңіл күйін көтеріп, біздің өмірімізге дәм мен сұлулық сыйлайтын жансыздар. Рахмет, айналайын, көп жаса. Бала-шағамыз аман болсын. Алла қаласа өсіп өне берсін. Сол бала-шағаның қызығын көріп, айналайында жүре беріңдер. Саламатсыз ба Мақпал апай? Бүгінгі тәуелсіздік мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Азын-аулақ сыйлығым бар. Оқып жіберсеңіз. Рахмет. Сізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Саламатсыз ба Медбике апай? Бүгінгі тәуелсіздік мерекесімен сізді шын жүректен құттықтаймын. Сізге азын-аулақ Рахмет. оқып жіберсеңіз. Құрметті Медбике апайлар, сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің адал еңбектеріңіз бен қиын сәтте балаларға шынайы көмек көрсетіп, олардың денсаулығы мен өмірі үшін күресіп жүргендеріңіз үшін алғысым шексіз дейді. Сізге де алғысым шексіз, Айгерім апай, рахмет. Саламатсыз ба Айнұр апай? Бүгінгі тәуелсіздік алған күніміз құтты болсын. Сізге азын-аулақ мынаны оқып жіберсеңіз. Шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің адал еңбектеріңіз бен қиын сәтте балаларға шынайы көмек көрсетіп, олардың денсаулығы мен өмірі. Сәлеметсің бе Айгүл? Бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Азын-аулақ құттықтауым бар еді. Рахмет, көп. Мереке құтты болсын. Ал оқып жіберіңіз. Мәңгілік болсын. Рахмет. Оқиын ба? Құрметті тәрбиеші апайлар, сізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің еңбектеріңіз болашақ ұрпақтың бойына патриотизм, адамгершілік, білім мен тәрбие негіздерін сіңіруде айрықша маңызды. Әр күн сайын өз ісіңізге деген сүйіспеншілігіңізбен, жауапкершілігіңізбен балаларға жақсы тәрбие мен білім беріп, олардың тұлға болып қалыптасуына үлкен үлес қосып келесіздер. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Саламатсыз ба Жанат апай? Бүгінгі тәуелсіздік күніне арналған азын-аулақ құттықтауым бар. Мерекеңіз құтты болсын. Сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің еңбектеріңіз адамгершілік, білім мен тәрбие негізінде сіңіруде айрықша маңызды. Әр күн сайын өз ісіңізге деген сүйіспеншілігіңіз бен жауапкершілігіңіз бен балаларға жақсы тәрбие мен білім беріп, олардың тұлға болып қалыптасуына үлкен үлес қосып келдіңіздер. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Шаңға шаттық ордасы
16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күні құтты болсын. Барша қазақстандықтарды Қарлығаш тобы құттықтайды.